Қисса Сіләмбия кітабынан өлі риза болмай тірі байымайды. Бір күні Ғайса моланың жанынан өтіп бара жатып қабірдегі әруақтарды көреді. Ол жиналып жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір аруақ басы салбырап көңілсіз отырады. Ғайса, сенің неге көңіл күйің жоқ? Басқалар бүгін шат-шадыман отыр ғой дейді. Олардың ұрпақтары ата-аналарын есіне алып дұға жасады, садақа таратты. Мен ешкім есіне алмады дейді. Сонда Ғайса, артыңдағы тұяқ қалмап па еді? Бір балам бар, бірақ оның жағдайы жоқ дейді. Ғайса ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған, о дүниеде әкеңнің ахуалы нашар, әкеңе дұға жасап, артынан садақа бер дейді. Ұлы, шамам жетпейді, күн көрсім қиын дейді. Бір амал жаса, ұлық Алла ниетке береді, итке жуынды берсең де садақа ата, деп Ғайса кеңес береді. Ұлы садақа бермекке ниеттеніп, сол күні кешке асханаға қалған құтқан қимдардың бәрін жуындыны жинайды. Аулада жатқан қотыр итке тамақ береді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлиды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы аруақтарды тағы көреді. Бәрі шат-шадыман отыр екен. Ғайса бұрынғы аруаққа қараса, ол да шат-шадыман отыр екен. Бауырым, жағдайың түзелді ме деп сұрайды. Иә, менің де соңымнан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің ризалығынан Тәңірім маған риза болды. Мейірімді Алла менің де ақымды толтырып берді. Ұлыма дән ризамын дейді. Осыдан соң ұлының да ісі алға басып жағдай түзеліпті. Өлі риза болмай тірі байымайды деген сөз осыдан қалған екен.